Ассалаумағалейкум. Видеода Нұреке Камалов. Бүгінгі видео сабақта біз Инстаграмның 4 функциясын, парақшадағы 4 функциясын айтатын боламыз. Көбісі білмейді бұл туралы, сондықтан жайғасып отырып алыңыздар, наушниктарыңыздар, ал ендеше біз бастаймыз. Бірінші бұл комментарий. Комментарий ограничение қою, шектеу қою. Көбімізде білеміз, біздің комментарий көп деген спам, реклама, жарнамалар өте көп жүреді, сондықтан бұны шектеу қойып қойсақ болады. Бұл шектеудің айырмашылығы бұл жерде сіздің подписчиктеріңізбен сіз жазылған адамдар мына жерде подпискамен подписчиктер ғана сіздің жазбаңызды комментарий қалдыра алатын болады. Бұның есебінен ешқандай спам, ешқандай жарнама, ешқандай боғау сөз, ешқандай хейтерлердің сөзі сіздің парақшаңызда болмайтын болады. Және комментарийлер іздеп жүріп, оны өшіріп жүрмейтін боласыз. Ол үшін бізге настройка бөліміне өтіп, комментарий бөліміне өту керек. Алдымен сіз қазір плеймаркетке өтіп, Инстаграмды жаңартып алыңыз. Ал ендеше жаңартып алғаннан кейін видеоны жалғастыра беріңіз. Бірінші оң жақ бөлімді басамыз, настройка бөлімін басамыз, сосын міне компанияның безопасының ортасында тұрған осыны басамыз, сосын комментарий бөліміне өтеміз. Комментарий бөлімінде разрешить комментарий от деп міне настройка комментарий қараңыздар, бірінші тұр, осыны басамыз, сосын осы жерде все деп тұрады сізде. Осыны екіншісіне қоямыз, міне ваши подписчики и те на кого дегенге осыған қоямыз. Болды. Осыны қойғаннан кейін сіздің подписчиктеріңіз және сіз жазылған адамдар ғана сіздің парақшаңызда комментарий қалдыра алатын болады. Екінші, бұл быстрый ответы. Егер сізде интернет жүрген болатын болса, бұл быстрый ответы сіздің уақытыңызды үнемдейтін болады. Ол қалай? Мысалы, сізде тауарлар өте көп, мысалы, тауарыңыз белгілі бір тауар көп адам сұрауы мүмкін, бағасын сұрауы мүмкін, сіздерден ол бір сөз көшіріп алып жіберу мүмкін емес. Сондықтан бізде дайын ответті осы Инстаграм өзінде сақтап қоямыз. Ол қалай жүзеге асады, қазір көрсетемін. Бірінші оң жақ бөлімге өтеміз, настройка бөліміне өтеміз, сосын компания бөліміне өтеміз, сосын быстрый ответы. Так, мынаны өшіріп тастайын. Бізде белгілі бір тауар бар деп алайық. Мысалы, Nike тауары, Nike Air Max. Мысалы, қазір плюсті басам, міне, плюсті басам. Енді осы жерге жазайық. Nike Air Max бағасы 19.000 теңге. Қала ішінде доставка тегін. Мысалы, осылай көбінесе осындай сұрақтар қою мүмкін. Енді біз астына осыған ключевой слова қойып, яғни Nike Air Max-тің Nike деп қойайық. Енді сохранить етеміз. Енді директ бөліміне өтейік. Мысалы, сізде Уилл Смит сіздің парақшаңызға келіп, комментарий қалдырды, Nike-тің бағасы қандай деп. Сіз айтасыз, директке жауап беремін дейсіз. Міне осы жерде плюсті басасыз. Міне лайктың қасына тұр, гиф пен лайктың мені көріп тұрсыз ба? Комментарийдің суреті, соны басамыз значогы. Сосын жерде біз жаңа дайындап алған текстті басамыз үстінен, сосын отправить басамыз. Сонда біздің текстіміз жіберілетін болады. Біз уақыт үнемдейміз, бар болғаны 3 кликтің арқасында оған тауардың бағасын және тағы басқа өзіміздің услугаларымызды жібердік. Ешқандай көшіріп алып буфер обмена қосып отырған жоқ, дәл осы Инстаграм өзінде істейтін боламыз. Үшінші, бұл информация об аккаунты деген бар. Біз келген адамның парақшасына кіреміз, сосын оң жақ бөлімде осы 3 нүктені басамыз, сосын информация об аккаунты дегенді басамыз. Бұл жерде аккаунттың қашан тіркелгенін, қай елде тұратынын, бұрынғы аккаунттардың, яғни бұрынғы аттары қандай болған екен, осы жерден барлығын көруге болады. Мысалы, Қуаныш Сонбай мырзаның информациясы мынандай, 2012 жылы тіркелген екен Қазақстанда. Мысалы, Quanter деген логин ешқашан ауыстырмаған екен 2017 жылдан бері. Осындай басқа аккаунттардың да информациясын көруге болады, және лентада шығып тұрған рекламалардың да өзінің информация аккаунтта көрсек болады. Бұл жерде басқаша болады, қазір көрейік. Рекламада шығып тұр мына аккаунт. Парақшасына кіріп қараймын. 3 нүктені басамын оң жақ бөлімдегі, сосын информация аккаунтте басамын. Жерден дата регистрация және басқа міне активное объявление деген бар бұл жерде. Басамын, яғни бұл аккаунт осы жарнамадан басқа қандай жарнамалар шығарып отқанын көруге болады мына жерден. Қазіргі күнде қандай жарнамада постта жүр, осылардың бәрін осы жерден лента активное объявление бөліміне көруге болады. История бөліміне өтіп, историяда қандай объявление жүргенін көруге болады, бірақ өкінішке орай мұнда историяға жарнама жібермей жатыр екен.
мына жерде предыдущее имени пользователя көрсек болады, яғни бұрынғы логиндер қандай екен. Жалпы осылай. Бұл активное объявление тек сізді осы парақшаның рекламасын көріп қалсаңыз ғана басқа пост рекламына жүрген посттарын көре аласыз. Және төртінші действие рекламы деген бар. Бұл жерде реклама бөлімі тек қазір действие рекламы. Бұл жерде сіз реклама көрдіңіз, сол рекламаны егер открыть профиль Instagram немесе өзінің парақшасына кіретін болсаңыз, бұл жарнама сізде действиесі рекламы бөліміне сақталып қалады. Кейін мына жерде қандай рекламалармен кіргеніңіз, қандай парақшаға кіргеніңіз барлық жерде сақталып тұрады. Осы жерден көрсеңіз болады. Естен шығып кетпей, яғни бұл жерде осы сақталып қалады. Бесінші бонус ретінде көп адам өзінің аккаунтын қалай удалить ету керегін білмейді. ВКонтакте егер білсеңіздер, өзіміздің аккаунтымыздың настройкаларын өшіруге, удалить етуге болатын еді. Бұл Инстаграмда көбісі білмейді, мен қазір көрсетейін қалай удалить етуге болатынын. Кез келген браузерді ашып, Chrome немесе Safari басқа браузерлер болады, соны ашамыз да, сосын instagram.com деп өтеміз. Кірген бойда өзіміздің логин мен пароль жазып кіру керек, сосын өзіміздің профилімізге өтеміз. Сол жақ бөлімде настройка бөлімі бар, соны басамыз. Сосын Reactivate профилді басамыз. Ең астында временно заблокировать мой аккаунт деп тұрады. Осыны басамыз, сосын біз өзіміздің аккаунтымызды өшіре аламыз. Өшіргеннен кейін мына жерге жазамыз, қандай не үшін өшіріп жатқанымыздың барлығын. Сосын пароль жазамыз, сосын қателеспесем 6 айдан кейін қайта қалпына келтіруге болады. 6 ай ішінде. Егер қателеспесем әрине. Осы жерден удалить етуге болады. Осымен видео аяқталды. Егер сіздерге барлығы түсінікті болса, видео ұнаса, лайк қойып, каналға жазылып кетіңіздер, YouTube каналға. Сұрақтарыңыз болса, әрдайым қойыңыздар, мен сіздерге әрдайым жауап беруге дайынмын.